Қайырлы күн, достар. Сіздермен бірге Тарих мектебі каналы бүгін сіздерге ұсынатын тақырып алғашқы адамдар өмір болмақ. Ең алдымен қолыңызға қаламсап ұстап, парақшаңызды дайындап, бүгінгі сабақта айтылатын мәліметтерді түртіп алып отырыңыз. Өйткені естігенімізді ұмытып қалуымыз мүмкін, бірақ конспектіні үнемі қайталауға болады. Ендеше біз бастаймыз. Жалпы адамзат қайдан пайда болды деген сұраққа ғалымдар әртүрлі көзқарас айтады. Көптеген адамдардың ой пікірін тыңдай отыра, негізгі көзқарастар үшеуге жинақталған. Діни көзқарастағы тұлғаларды адамдарды Алла тағала жаратты, немесе Құдай жаратты деген наным сенім бар. Құдай адамды балшықтан жаратып, оған дем беру арқылы адамды жаратты. Барлық адам ата мен Хауа анадан бастау алады деп айтады. Біз бұл көзқарасты теріске шығара алмаймыз. Өйткені адамның наным сенімін жоққа шығару болмайды. Екінші көзқарастағылар. Олар космополиталық көзқарас деп аталады. Яғни адамдардың бұлай жер бетінде таралып өмір сүрулері ешкімнің құдіретінен келмейді. Бұл бізге жерден бөлек, әлемнен келуші, қоғамнан тыс адамдардың келіп, бізді тәжірибеден өткізіп жатыр деген көзқарастарына нанады. Біз оны да жоққа шығара алмаймыз, өйткені астрологиялық көзқарастар бойынша бізге таныс емес объектілердің келуі мүмкін осының дәлелі болады. Ал тарих сияқты нақты білімдер, олар адамның антропологиялық көзқарасын енгізді. Яғни әр әлемнің түкпір-түкпірінде табылған адамзаттың сүйектерін жинақтау арқылы адам қайдан пайда болды деген сұраққа Чарльз Дарвиннің енгізіп кеткен эволюциялық көзқарасын ұсынады. Чарльз Дарвин ағылшынның натуралисті, саяхатшы, адам қайдан пайда болды деген сұраққа ең алғаш жауап берген тұлға. Чарльз Дарвин айтуы бойынша кез келген түр алғашқыда бір түрден пайда болады, кейін олар эволюцияға ұшырап өзгеріске айналуы мүмкін деген көзқараспен тарих ғылымында біз адам эволюциясы көзқарасын негізге аламыз. Яғни адам эволюциясы бойынша адамзаттың тараған түрлері өте көп. Соның ішінде біз епті адам, тік жүретін адам, саналы адам деген кезеңдерін бөлеміз. Епті адамдар ең алғашқы маймылға ұқсас тіршілік иелері, яғни гоминидтерден немесе австралопитектерден пайда болды. Австралопитектердің ағаш басындағы кешіп жатқан тұрмыс тіршіліктері қиындыққа ұшырағандықтан бірте адамдар саванналарға жерге түсіп, бойларын тіктеу арқылы тік жүретін адамдарға айналуымыз. Яғни тік жүретін адамдардың питекантроп және синантроп деген түрлері бар. Питекантроп синантроптардың ұрпақтары неандертальдар, олар арқаларын тік түзеп, ойлары алдағы бабаларына қарағанда толықтырылған түрі. Яғни осы неандертальдардың ұрпақтары кроманьондар, яғни саналы адам, қазіргі біздерге ұқсас адамдардың қалыптасуы деп есептеледі. Яғни епті адам, тік жүретін саналы адамдардың сүйектерін антропология ғылымы қайдан тапты? Ең алғашқы гоминидті Египеттегі Олдувай шатқалынан кездестірді. Питекантроп Ява аралынан, синантроп Қытайдан, неандерталь Германиядан және саналы адам Франциядағы Кро-Маньон үңгірінен табылды. Яғни географиялық негізде алғашқы жер бетінің жаралуы қазіргі күндегідей емес екені белгілі болса, адамзаттың осы гоминидтен тұрмыс тіршілік және тамақ табу күйбеңімен әлемге таралуы әбден мүмкін деген көзқарас бар. Енді тас дәуірі адамдардың даму тарихын әртүрлі кезеңдерге бөледі. Алғашқы тарих бізді тас дәуірі, қола дәуірі, темір дәуірі деп бөліп оқытады. Бұл кезеңнің тас, қола, темір деп бөлінуінің басты себебі адамзаттың еңбек құралдарының жасалу материалына байланысты.
Ендеше бүгінгі біз сабақта тас дәуірін талдаймыз. Тас дәуірі негізгі төртке бөлінеді. Палеолит, мезолит, неолит, энеолит деп бөлінеді. Палеолит біздің заманымызға дейінгі 2,5 миллион жылдан 12 мыңжылдыққа дейін, мезолит біздің заманымыздан 12-ден 5 мыңжылдыққа дейін, неолит біздің заманымыздан 5-3 мыңжылдыққа дейін және энеолит біздің заманымызға дейінгі 3-1800 жылдарды қамтиды. Палео ерте, мезо орта, нео жаңа, мыс деген мағынаны білдіреді. Соңында тұрған лит сөздері бұл тас деген сөз. Ал енді палеолиттің өзі ерте палеолит және кейінгі палеолит деп екі дәуірге бөлінеді. Ерте палеолит біздің заманымыздан бұрынғы 2,5 миллионнан 40 мыңжылдарға дейін, кейінгі палеолит біздің заманымыздан бұрынғы 40 мыңжылдықтан 12 мыңжылдыққа дейін аралықты қамтиды. Ендеше осы ерте палеолит пен кейінгі палеолиттің дәуірге бөлінуінің қосындысынан палеолит уақыты шығады. Ендеше біз осы уақыт аралығында палеолит, мезолит, неолит дәуіріндегі адамдардың тұрмыс тіршілігімен танысайық. Тас дәуірі басталғаннан бастап адамдар тобырлық өмір сүрді. Тобыр дегеніміз ешқандай да бір арнайы мақсатты көздемей, тек тамақ табу мен қорғаныс мақсатында жиналатын адамдар тобын айтады. Яғни палеолит дәуіріндегі адамдар жабайы аңдардан қорғану үшін және ірі аңдарды аулау мен күнкөріс қамы үшін ғана топтасатын еді. Ол уақытта өте көп ауланған жануарлар бизондар, мамонттар еді. Сонымен қатар ірі аюларға да, жабайы аңдарға да шабуылдар өте көп жасалды. Ал аңдардан қалған үңгірлерді адамдар баспана ретінде пайдаланды. Әсіресе Қазақстанда Қаратау жотасында, Жамбыл облысында Бөңір қазған, Тәңір қазған, Шақпақ-Ата, Шоқан Уәлиханов атындағы көп қабатты тұрақтар кездесті. Ол жерден адамдардың қолданған еңбек құралдары табылып, олардың біздің жерімізде өмір сүргендігі дәлелденді. Кейінгі палеолиттің дәуірінде адамдардың өмірінде үлкен өзгеріс болады. Адамдар отты ойлап тапты. От жабайы жануарларды үркітуге және де олардан қорғанудан, тамақты пісіріп жеуден, жылуды беру арқылы адамдарға өте үлкен көмегін берді. Адамдар алғашқыда табиғаттан осы отты ұрлап және оны ұзақ уақыт өшірмей сақтаған болса, кейін тасты тасқа соғу арқылы және ағашты ағашқа үйкеу арқылы отты алу жолдарын игерді. Бұл адамдардың табиғатқа бағынуынан бас тартуына үлкен мүмкіндік берді. Яғни адамдардың ойлай, сөйлей және жазу еңбек құралдарын жасай алу әрекеттерді адамдарда жануарлар әлемінен бөліп алды. Енді осы уақыт аралығындағы адамдардың тұрмыс тіршілігінде үлкен өнер пайда болды. Ол пиктография немесе петроглифтар дәлел болады. Әсіресе петроглифтар адамдардың көрген білгенін, тұрмыс тіршілігін тас бетіне өнерлеу дәстүрінен көрінді. Бұл біздер үшін өте құнды, баға жетпес байлық болып есептеледі. Және де палеолиттік тұрақтарды зерттеу кезеңінде әйел адамдардың мүсіндері табыла бастады. Бұны ғалымдар палеолиттік шолпан деп атайды. Яғни палеолиттік шолпан мүсіндері арқылы палеолиттің ерте уақытында адамдардың рулық басқару кезеңінде ана билігінің үстем болғандығын көреміз. Яғни матриархат. Палеолит шолпанының ерекшелігі төсінің және жамбас сүйегінің өте ірі болып сипатталуында. Яғни әйел адам жаңа өмірді әкелуші және молшылықтың белгісі ретінде құрметтелді. Енді мезолит дәуірінде осы адамдардың сана сезімі өсе бастап, өздерінің тұрақты тұратын үңгірлерінен жазық далаларға шыға бастады. Яғни аңдардың терілерін жабу,
ірі ағаш бөренелерді құрастыру және аңдардың ірі сүйектерін біріктіру арқылы адамдар жазық жерлерде өздеріне лашықтар құрастыра бастады. Мезолит дәуіріндегі тұрақтар өте көп кездесе бермейді. Себебі адамдар үнемі жануарлардың арттарынан жүгіріп отырғандықтан, аң аулау әрекетімен көбіне айналысқандықтан, олардың бір жерде тұрақтауына мүмкіндік берген жоқ. Себебі мезолит дәуірінде мұз еру процесі жүргізілген болатын. Кейінгі палеолит соңында мұздасу дәуірі жүріп, мезолитте ол ере бастады. Яғни тұрмыс тіршілікте үлкен өзгерістер орын ала бастады. Адамдар мамонт, бизон сияқты ірі жануарлардың мұз басу дәуірінде қырылып қалуына байланысты тез жүгіретін және жүйрік аңдарды аулауды игере бастады. Ол үшін адамдарға болас және бумеранг ойлап табу керек болды. Болас 3 тасты біріктіру арқылы жасалған қару, жүгіріп бара жатқан аңдардың аяғына лақтыру арқылы оларды құлатып, аңдардың терісін тұтастай кесіп алуына мүмкіндік берді. Ал бумеранг, өздеріңіз білетіндей, ауада тез ұшу арқылы қашып бара жатқан жануарларға соққы беріп, есеңгірету әрекетін жүргізеді. Сонымен қатар мезолит дәуірінде және біз айттық, мұз ерігеннен кейін судың көбеюіне байланысты адамдар судың ішінде өмір сүретін балықтарды аулау кәсібін де меңгерді. Аңдардың сүйектері мен жануарлардың сүйектерін икемдеп, олар әртүрлі қару-жарақтардың түрлерін жасады. Гарпун, әсіресе ол аңдардың жануарлардың терісіне кіреді және ол жерден қайта шығуы өте қиын құрал. Сонымен бірге балықтарды аулауға арнайы торларды пайдалана бастады. Бұл мезолит дәуірінің ең үлкен революциялық жаңалығы. Сонымен бірге адамдар ең алғаш рет жабайы жануарларды қолға үйретуді бастады. Біздің заманымызға дейінгі 5-3 мыңжылдықтар аралығын қамтитын неолит төңкерісі мүлдем үлкен өзгеріс әкелді. Яғни адамдар осы уақытқа дейін ыдыс ретінде қолданылып жүрген жануарлардың сүйектері, терілері, ағаштардың, бұтақтардың қабығы және тасбақалардың қабықтары болатын болса, енді адамзаттың санасының өскенінің бірден бір көрінісі неолит кезеңде адамдар қыш құмыраларды жасай бастады. Және олардың сыртына өрнектер салу, олардың өнердің пайда болуына әкеп соқтырғанының көрінісі. Яғни неолиттік революция деген сұраққа біз қыш құмыралар деп жауап береміз. Сонымен қатар неолит кезеңінде адамдар малды толықтай өздері бағындырып, үйлерінде өсіруді игерді. Аңдарды қолға үйретудің салдарынан үй жануарлары қолға үйретілгендіктен ер азаматтардың міндеті артылып, әйел адамдардың үй шаруашылығында атқаратын жұмыстары көбейді. Яғни неолиттік дәуірде рулық қоғам басым түскен болса, ер азаматтардың абыройы жоғарылай бастады. Сондықтан да рулық қоғамдарды енді әкелер тобы басқаратын еді. Енді бүгінгі біздің сабағымызда сіздер не түсіндіңіздер? Қандай мағлұмат алдыңыздар? Қандай түсінікті фактілер айтылды? Және тағы да нені білгіңіз келетінін төмендегі комментарийға жаза кетіңіздер.